Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептерді шығару жолдарын түсіндіретін боламын. Комбинаторика бізде ұлттық бірыңғай тестте өте көп кездесетін есептердің біреуі және қиыншылығы бар тақырып болып табылады. Қазір осы 6-шы сыныптағы екі оқулықтың екеуінен де есептерді бірге қарастыратын боламыз. Бірінші Әбілқасымова авторлығындағы С деңгейдегі 1189 есептің екіншісін түсіндіремін. Бізге мынандай сандар берілген: 2, 6, 4, 7. Осы 4 цифрдың барлығын қолданып дейді, әртүрлі 4 таңбалы сан жаз және екінші цифры 7 болатын болсын дейді. Яғни 7 деген цифр екінші тұратын болсын дейді. Ал жасаймыз. Бірінші 2-ні жазайық. 2-ден кейін 7 тұру керек. Өйткені 7 бізде екінші тұрсын дейді. Онда бізде 64 деп жазамыз. 2764. Осы 2-ні қайтадан қалдырамыз да және 7-ні қалдырамыз. Енді 64 пен 4 пен 6-ны орнына ауыстырып 46 дейміз. Сонда 2764, 2746. 2-ні бірінші қойып болдық. Енді 6-ны бірінші қоямыз. 6 және екінші міндетті түрде 7-ні қоямыз. 6, 7 екінші тұру керек. Олай болатын болса, қалған 2 цифр бізде 24 қой. Және мына жерге тағы 6-ны жазамыз, 7-ні жазамыз, 24-ті 42 қылып жазамыз. Сол кезде мінекей, мынаны былай қылып бөліп қояйын. Мінекей тағы да бөліп қояйын. Бірінші орында 6 тұр. Қазір үшінші орынға енді 4-ті қоямыз және екінші цифр 7. Тағы да астына жазып қояйық. Екінші цифр 7. Не қалып тұр бізде? 6 және 2 қалып тұр. 62, 26. Ал әрі қарай 7-ні бірінші орынға қоя алмаймыз. Және бұл цифрлар қайталанбау керек. Яғни бір цифрды 2 рет қолданбаңдар деген сөз мына санды жазған кезде. Демек, бізде қанша нұсқа бар екен? 2764, 2746, 6724, 6742, 4762, 4726. Міне мынандай 6 нұсқа бар екен. Келесі есептерді мына оқулықтан шығарамыз. Бұл оқулығымыздағыда В деңгейдегі есептерден бастайық. 1250. 0, 8, 9 цифрларын дейді. Осы 3 цифрды бір рет қолданып, яғни әрқайсысын бір реттен қолданып, 3 таңбалы сандар құрастырыңдар. Неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. 0-ды бірінші қоя алмаймыз. Өйткені 0,89 деген сөз 89 дегенді білдіреді. Ол 2 таңбалы сан болып кетеді. Сондықтан біз бірінші орынға 8-ді қоямыз. Онда біз былай жазамыз: 809 деп жазуға болады. Немесе жаңағы есеп сияқты 0 мен 9-дың орнын ауыстырып 890 деп жазуға болады. Яғни 8-ді бірінші орынға қойған кезде мынандай 3 таңбалы санды алуға болады. Екінші 9-ды бірінші орынға қоямыз. Ол кезде 908, 980. Ал үшінші вариант бізде болмайды, балдар, өйткені 0-ды бірінші орынға қоя алмаймыз. Осындай 3 саннан 0, 8, 9 деген 3 цифрдан мынандай 4 нұсқа бар екен. Осы есептің екіншісі, неке бұның ішінде 0 жоқ көріп отырмыз. Олай болатын болса, бұл цифрлардың үшеуінде бірінші орынға қоя беруге болады. Алдымен 7-ні қояйық. 7-де 63, 7-де 36. Яғни 7-ні бір рет бірінші орынға қойған кезде 2 рет мынандай 3 таңбалы сан шығады. Қазір 6-ны бірінші орынға қоямыз. Сол кезде 73 қалды, 6-да 37. Екеуінің орнына ауыстырдық. Үшінші жағдайда біз 3-ті қоямыз бірінші. Ол кезде 76 және 367. Мінекей қанша вариант бар екен? 6 вариант бар екен. Келесі есеп бізде 1251 есеп. Математикадан өткен аудандық олимпиадада 5 оқушы бірдей балл жинап, жеңімпаз болды дейді. Яғни қатысқан олимпиадаға қатысқан оқушы 5. Олар облыстық олимпиадаға осы жеңімпаздан ішінен 2 оқушыны жіберудің неше нұсқасы бар дейді. Яғни әуелі олимпиада бізде мектептің ішінде болады ғой. Сол мектеп ішілік олимпиададан 5 оқушы жоғары балл алған. Енді біз 5 оқушыны былай жасап қояйық. А, В, С, Д, Е деп қояйын. Бізде 5 оқушы мұқият отырамыз. Ал осы 5-еуінің ішінен 2-еуін іріктейді. Мынау бізде оқушылар саны 5. Бұны N деп қояқшы.
N оқушылар саны 5, ал іріктеу керек, оны К деп қояқ 2. Мінекей бізде мына шарт орындалу керек, е? Алдыменен біз былай жасаймыз, мінекей. А, В. Мына А мен В, мына бірінші 2 оқушыны іріктеуге болады. Тағы да қайсы оқушыларды? А мен С-ны іріктеуге болады. Аға Д-ны реттеуге болады, А мен Е-ні реттеуге болады. Яғни осындай мынандай 2 оқушыдан топ құрып біріктіріп жасауға болады. Екінші, енді В мен жұмыс жасаймыз. В-ны Аға қарай іріктеудің қажеті жоқ. Өйткені А мен В А деген міне 2 оқушы реттеліп тұр. Демек, В өзінен кейінгілермен ғана реттеледі. В мен С, В мен Д, және В мен Е. Келесі, енді С-дан бастаймыз. Мінеке, әрқайсымен келесі жүріп отырмыз. С мен бастағанда С мен А-ны, С мен В-ны жазудың керек жоқ. Өйткені ол бізде бар. С мен А бар, С мен В бар. Онда С өзінен кейінгілермен С Д мен және С Е мен іріктеледі. Неке? Ең соңында бізде не қалды енді? Д қалды ғой. Д мен іріктелетін біреу ақ Е. Демек, біреуінде бірінші Аға байланысты болған кезде оқушылар 4 болды бізде. В мен қатысты 3, С-ға 2, Д-да 1. Мына сандарды біз қосамыз. 4 қосу 3, қосу 2, қосу 1. Неке қостық? Қанша болды барлығы? 10, е? Неке 1251 есепте 5 оқушыны, олимпиададан шыққан 5 оқушының 2 оқушыдан іріктеген кезде 10 нұсқасы бар екен. Келесі есеп 1252. Дәл бұнда да сондай күреске 6 бала қатысты. Олардың әрбіреуі өзге балалардың әрқайсымен 1 рет күреске шықты дейді. Балалар барлығы неше рет күреске шықты? Мүмкін нұсқаларды кестемен нақтап айтыңдар дейді. Дәл осы есеп тек мына жерде 5-дің орнында бізде 6 жүреді. 6 оқушы А, В, С, Д, Е, Ф деп аламыз. Н бізде 6-ға тең. Енді әрқайсысы күрескен кезде бір-бірімен күреседі ғой. К 2-ге тең. Сол кезде жаңағы нұсқалары бойынша АВ, АС, АД, АЕ, АФ. Келесі В бойынша. Енді уже В-ның сол жағындағылары қалып қоятта, балалар алдында оң жаққа қарай іріктей береміз. ВС, ВД, ВЕ, ВФ. Келесі С бойынша жүреміз. СД, СЕ және СФ. Одан кейінгі ДЕ, ДФ. Ең соңында ЕФ. Неке жаңағыдай қарап отырмыз. 5, 4, 3, 2, 1. Осыларды қосамыз. 5 қосу 4, қосу 3, қосу 2, қосу 1. Қанша болды бізде? 15. 6 бала, күреске шығатын 6 бала бір-бірімен жұптасып күрескен кезде нұсқалықтардың саны 15 болады екен. Балалар, біздің келесі шығаратын есебіміз 1261. Өте қызықты есеп. Қарайық. 4 бөлменің 4 кілті бар. Яғни мен мына бөлменің есіктерін мынандай әртүрлі есіктер деп ойлап тақтада осылай бейнеледім. Мына бізде 4 кілті бар. 4 бөлменің 4 кілті бар. Бөлмелердің кілттері араласып кетіп, қай кілт, қай бөлменікі екені белгісіз болды. Осы 4 бөлмені ашу үшін ең күрделі жағдайда кілттерді неше рет тексеру керек дейді. Ал есеп қызықты, балалар. Біз білеміз ғой, үйде құлыптаған кезде бөлмелерде ана бір шынжырдың ішіне бір кольцо дейді ғой, соған кілттерді салып қоямыз да, қай кілт қай есікті ашатын білмей, бірінен кейін бір қайта-қайта салып жатамыз. Міне сондай вариант. 4 есік бар, 4 кілт бар. Шетінен салыстырып көрейік. Қалай реттеп тауып аламыз кілт. Яғни неше күрделі нұсқа бар дейді. Бірінші, мына тұрған кілтті аламыз да ашып көреміз. Мына есікті ашамыз, ашпайды. Мен мына жерге стрелкамен бүйтіп қойып отырайын, былай қойып отырайын. Мына есікке барады, ашпайды. Мына есікке барады, ашпайды.
үшінші есікке барады, оны да ашпайды. Онда кілт 4-еу, есік 4-еу. Түсінікті. Мына 4-ші бөлменің 4-ші есікті ол ашатыны айдан анық. Онда мынаны ашты деп есептейміз. Оны алып қоямыз. Бұл есік бізге ашылды. Келесі екінші кілтті қараймыз. Екінші кілт бізде жасыл кілт. Оны да тексереміз. Оны тексеру үшін бірінші есікке салып көреміз. Оны ашпайды. Екінші есікке салып көреміз. Бұны да ашпайды. Онда үшінші есікке салудың қажеті жоқ. Ол ашат міндетті түрде. Өйткені осы үш кілттің біреуі, мына үш есіктің біреуі міндетті түрде ашат. Онда екінші кілтпен есікті де алып қоямыз. Бізде келесі кілт қалды. Бұл кілтті салу үшін есік екеу, кілт екеу. Бұны біреуіне ғана салсақ жеткілікті. Айталық, мына қызылға салып көрейік. Ашпайды. Онда ол мына жасылды ашады. Мына есікті міндетті түрде ашады. Демек, бұны да алып қоямыз. Ал мына қалған кілтті салып ашудың қажеті жоқ. Ол өзіне өзі түсінікті. Соныменен біздің оқулығымыздағы сұраққа қайта келейік. Ең күрделі жағдайда кілттерді неше рет тексеруге болады дейді. Біз ашып тексеріп көріп жатырмыз. Тексерудің санын салыстырайық. Яғни мына стрелкалар ғой, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Демек, 6-ға тең екен. Жауабы 6 деп жауап береміз. Келесі есеп 1257. Достар бір-бірімен қоштасу кезінде бір-біріне 12 визитка берді. Яғни, бір жарысқа барған балалар бір-бірімен достасып, бір-біріне өздерінің аты жөндері, телефондарын қалдырады ғой, визиткасын берген. Сонда берілген визиткалардың саны 12. Неше дос бір-бірімен қоштасты дейді. Ал қараймыз, бізде енді 12 болып тұр да, визитканың саны 12 болып тұр. Демек, 12 бізде жалпы ең соңында визиткалар бір-бірімен ауыстырған кезде 12 болсын. Ал біз достардың неше екенін білмейміз, іріктеу тәсілімен әріптер бойынша жасайық. Мысалы, А және В. Екеу болса, екеу бір-біріне береді де қояды, 2 визит карты болады. А В-ға береді, В А-ға. Яғни бұл 12 саннан әлде қайда кіші. Олай болатын болса, үшінші адамды қосамыз. Сол кезде мына бірінші тұрған адам В және С-ға береді визиткісіне, қасындағы екеуіне береді. Ал мына В А және С екеуіне береді. С ше, ол А-ға және В-ға береді. Қараймыз, нешеу болды? Бізде визиткалардың саны 6, жеткіліксіз. Сондықтан тағы бір баланы қосайық. Енді іріктейміз. Сол кезде мына уже 4-ші бала қосылып кетті ғой. О кезде мына жерге Д қосылады, бәріне де Д қосылады. Мынаған да Д қосылады. Мынаған да Д қосылады. Ал Д-ға ше, Д-ға А, В, С болады. А, В, С. Мінекей мына үшеу. Демек, мына бірінші тұрған оқушы мына үшеуіне бередік визитканы. Мына екінші тұрған, ол мына екеуімен мынаған береді. Үшінші тұрған мына А мен екі жағындағы мыналарға береді. Алды алдында тұрған үшеуіне береді. Мінекей сол кезде үшеу, яғни 3-4 рет болды. 12 визитка болды. Біз есептің жауабын бердік. Сонда неше дос болады екен? Неше дос бір-бірімен қоштасты дейді? 4 дос екен. Адамдардың саны 4-еу. Бір-біріне визитка берген кезде барлығы 4 адам екен. Келесі есеп бізде мынандай 1258-ді қарастырайық. Орал, Қостанай, Павлодар, Ақтау және Тараз қалалары 2-2-ден тікелей ұшатын әуежайлармен байланысқан дейді. Енді қалалардың аттарын біз Орал деп қояйық. Қостанай, Павлодар, Ақтау, Тараз. Ақтау, Тараз, әріптермен ғана жазайық. Әрқайсысымен бір-біріне ұшақтар тікелей ұшады дейді. Мысалы, Оралдан Қостанайға, яғни онда былай жасайық. Оралдан Қостанайға ұшады, сосын Оралдан Павлодарға ұшады, яғни екеу арадан ғой, Оралдан Ақтауға, Оралдан Таразға. Келесі, Қостанайдан Оралға қарай ұшатын ұшақтар енді бізде осы бір-біріне ұшатын тікелей ұшақтар осы бар ғой, бір ұшақ қой енді сол Қостанайға барады, сосын Қостанайдан Оралға кері қайтады. Келесі енді Қостанай мен Павлодардың арасы, тағы да
Қостанай мен Ақтаудың арасы, Қостанай мен Тараздың арасы, Келесі Павлодар, Павлодар мен Ақтау, Павлодар мен Тараз. Ең соңында Ақтау мен Тараз. Соныменен санап тұрмыз. 4-еу, 3-еу, 2-еу, 1-еу. Барлығы бізде қанша болды? 10. Яғни осы қалалар арасында тікелей бір-бірімен ұшатын, екі қала арасында ұшатын ұшақтар саны 10 екен. Мінекей құрметті оқушылар, бүгін осымен біз іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептерге арналған сабағымыз аяқтаймыз. Біздің сабақтарымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдырасыз және осы сабақтарды басқа да достарыңмен бірге бөлісе отырыңдар. Қоңыраушаны басып лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.